Соңғы жылдары Төреғали дінге жақындап, жиі Құран оқып, уағыз тыңдап, ислам жолындағы ғалымдармен араласып жүр. Өзі де сұхбаттарында: ән айтатын уақыт өтті, енді Алла разылығы үшін өмір сүруді ойлаймын деген. Бұл оның сахнадағы карьерасын тежеп, рухани ізденіс кезеңіне жетелеп жатыр. Төреғали бірнеше рет жария түрде: балаларым өсіп жатыр, әке тәрбиесі ауадай қажет. Қызмет, концерт, гастрольмен жүріп, олардан алыстап қалғым келмейді деп мәлімдеген. Бұрынғы жанжалдар мен концерттегі даулардан кейін, мысалы, тыңдармандармен болған ұрыстар, оның психологиялық жағдайына да әсер еткен. Сол үшін сахнадан уақытша кетіп, ішкі тыныштық іздеп жүргені рас. Ол әр сұхбатында: шоу-бизнес ойын. Мен енді басқа бағыт іздеп жүрмін дейді. Бұл оның продюсерлік, діни бағыт немесе бизнеске ауысатынын аңғартады. Кей дереккөздерде оның дауыс жолдарына салмақ түскені, концерттен концертке жүгіріс денсаулығына әсер еткені айтылған.